Саламатсыңарбы балдар? Саламатсыз. Маанайыңар жакшыбы? Ооба. Сабакка баарыбыз даярбызбы? Ооба. Анда балдар, дагы бир жолу маанайыбызды көтөрүп алалы. Кана, балдарым бери карайбыз. Жактыбы? Ооба. Анда бири-бирибизди карап жылмаябыз. Отурабыз, азаматсың. Кайсы тапшырма берилди? Болуп калды жасуа. Жаттап келдикпи? Ооба. Ana kim jattады? Ой, азаматтар, биз азыр эле айттык, вакыт алтындан кымбат деп. Демек, вактыбызды үнөмдөп, баарыбыз чогуу айталы. Атырын ордубуздан турабыз. 1, 2, 3. Болуп калды жасуа. Кыш кеткенде жаз чыгар. Жаз алдында ким турат? Бай чечекей биринчи баш чыгарып кым куят. Кыш кеткенде жаз чыгар. Жазды тосуп ким турат? Калын кара чыгып, учуп келет чуркуга. Балдар, бул ырда кайсы мезгил айтылды? Жаз. Жаз мезгили. Азыр кол көтөрүп айтабыз, Жаздын келишин эмнелер билдик? Кабарчылары эмнелер болду бул ырда? Кана ким айтат? Танчик, сен айтчыбы? Бачечекей кара чыгырчык. Азамат, байчечекей жана кара чыгырчык. Балдар, бери карагылачы, биз өткөн сабакта мына кайрадан эсибизге салалы. Биз муну байчечекей деп ойлоп жүрүптүрбүз. Бирок бул кайсы гүл экен? Үйлөрүбүздө көп өсөбү? Огородубузда, Ал эми булчу? Муну биз байчечекей деп тааныганбыз, Анда балдар, биз бүгүнкү сабакта темабыз мынакей карагыла балдар. Алипе китебибиздин авторлорунун бири Акылгүл Абыканова эжейибиздин Байчечекей деген чыгармасы менен таанышабыз. Кана баарыбыз көңүл бөлөбүз. Жактыбы? Ооба. Кайсы мезгил чагылдырылыпты? Жаз мезгили. Балдар, азыр биз Байчечекей текст менен таанышабыз. Силер болсо үн жазууну угуп, менин окуган Байчечекей чыгармасын угуп, баарыңар Алипе китебибиздеги Байчечекей темасына көңүл бурабыз. Баарыбыз көз жүгүртөбүз, Жакшылап пункт коюп угабыз. Байчечекей күн жылып кар эрий баштады. Кардын эриген суусу Байчечекейдин тамырына жетти. Ал тамырдан чыккан Байчечекейдин сабагы сыртка чыгууну эзеди. Аңгыча чыгырчыктын үнү болду. Ой, мен кечигип калганмын го, деп мойнун созуп сыртка чыкты. Байчечекей сырттагы жазгы сууктан чыйрыгып кетти. Ошол маалда, «Эй, сулуу, саламатсыңбы?» дегенсип күн нурун чачты. Байчечекей бажырайып ачыла түштү. Талда конуп отурган кара чыйырчык Байчечекейди көрө коюп, «Сүйүнчү, сүйүнчү, жерге бизге жаз келди, чыр, чыр» деп жар сала учуп жөнөдү. Чыгарма жактыбы балдар? Ооба. Түшүнүп уктукпу? Ооба. Алипебизден дагы көз жүгүртүп окудук, Ооба. Кана балдар, кана ким айтып берет? Кол көтөрөбүз. Кана ким баштайт? Чынжырчар түрүндө айталы, Кана баштачы, Мунир. Күн жылып кар эри баштады. Кардын эриген суусу Байчечекейдин тамырына жетти. Байчечекей сырттын суугунан чыйрыгып кетти. Токтотобуз. Дагы ким баштайт кана? Чети? Аңгыча кара чыгырчык. Ой, мен кечигип калгам го деп мойнун
so'zib o'tirib qoldi. Yaxshi. To'xtatamiz. Kim ulanadi? Aylin. Gün aytadi. Ey suluv salmasın birden nurun taştı. Bayçecheke. To'xtatamiz. Ulanamiz. Baychecheke andan aroq qilib. Baychecheke chiyilib ketdi. Gün tegende ne bo'ldi? Gün nurun chachgan. O'zib ketdi. Azamatsın. Qala chiyilib chiqdi. Azı ulanamiz. Nazim ulanamiz. Qarachilik baychechekeni ko'ra qo'yib, "Suyunchi, jannamizga jas keldi" deb. Chur deb jas salab uchib jo'nadi. Oy azamatsın. Demek balдар. Tekstdagi qahramonlar qaysilar bo'ldi? Qarachilik baychecheke gün. Azamatsın. Çıkarma jaktımı? Düşündükmü çıkarmanı? Qaysi mezgil çağıldırılıptır? Jaz mezgili çağıldırılıptır. Demek balдар, azır biz uşul Baychecheke çıkarması boyunca çıkarmacıl tapşırmalardı işteymiz. Tapşırmalardı top atkararız. Vakit altından kımbat deyip vakitті үнемдеп tez шамдағайлық менен атқарғанға hareket kılabız. Анда birinci tapşırma. Бұл tapşırma бұл çıkarmaдағы sözdөрдү қана құрайбыз. Бұл қарағыла балдар. Muğundardan söz kuru. Қарағыла балдарым. Бұл muğundardan söz құрайбыз. Бұл çıkarmaдағы ғана сөздөр. Ошондуктан ар бир құраған sözdөрдү ар бир түс менен белгилейбиз. Анда баштадык. Ар бириңердин жаныңарда тапшырмалар бар. Бирмеликте иштейбиз, кана чогулуп алып иштейбиз. Тез-тезден иштегенге аракет кылабыз, аламай. Алабыз, азамат. Карагыла, жардам беребиз. Жардам беребиз бири-бирибизге. Vakitті тура пайдаланабыз, Кум сааттыкы кетип атат, убактысы. Кум сааттыкы кетип атат, мынакей. Vakitті карайбыз. Qaysi top bitkon bolsa, qo'l chap qo'yamiz. Qana qaysi top bitdi? Qo'l chap belgilaymiz. Birinchi, ikkinchi top bitdi. Qana barimiz to'xtatamiz. Vaqt bitib qoldi. Qana birinchi bitgan, ikkinchi top. Alisa, oxirida birinchi top qilganmiz. Qana so'zlarimni o'qiygan tez-tezdan. Baychecheke tavda chiyirchiq tavmir Qana keyingi ikkinchisida bitgan so'ra sizlar aytmoqchi. Azamat, üç söz aytdilar. Qattiqroq javob berasiz. Qaysi so'zlar qoldi? Chiyirchig'i. Qana uchinchi top. Kim javob beradi? Kim aytadi? Qaysi so'zlar qoldi? Aytadi.
көңіл бұрабыз. Бері қарайыз, барыз. Қана? Найзи, бері қарайыз. Кейінгі тапсырмаға көңіл бұрабыз. Мына, сөзден сөз жарату. Дағыне ұшыл шығарма бойынша Байчечекей деген сөзден сөздерді жаратабыз. Қана анда баштадық. Кім жазар, қана? Жазабыз. Айым жазасың? Жазабыз. Астыңарда тұрған алғылар. Қарайыз, жардамдашабыз. Çok yazabız. Alısı taşırmanız. Қана кім жазыр? Уақыт кетті, балдар. Құм саат менен мынакей уақытты кетірдім. Қана іштейбіз чоғылып. Айт бұяққа қана қайсы сөз бар екен. Чоғылып іштейбіз да. Қанша бір қайсы сөз? Demek kaysı sözler var ki? Evet. İkinci top, üçüncü top okudular. Yaxşı. Qol chavabız deganlar. Qani qo'ying. Yaxshi, o'qib o'radi. Azamatsın. Qani? Birinchi tovuq qo'yinglar. Azamatsın. Birinchi qaysi top bitdi bu topshirmani? 4-chi top, anan 3-chi top, anan 2-chi top, anan 1-chi top bitdi. Azamatsınlar. Endi balдар, keyingi topshirmaga ko'ngil buramiz. Barız. Qana? Beri qaraysiz, qo'yasiz. Men hozir topshirmani aytayapman. Topshirmani aldilar deb aytgan yo'qman. Kel olib kel. Barız. Men aytgandan keyin anan atqaramiz deb aytganman. Qaranglar balдар. Bu yerda suratlar berilgan. Qo'yaturlar? Yo'q. Bu yerda suratdagi tımışlardı başqısı qana alıp anan sözdü tüzörse suratdagi nerselerden birinci qana tımışını alamiz. Qana astыңardaги topshirmalarni aldilardagi cho'ng'ilib topgan cho'ng qilib yozamiz. Cho'ng qilib yozamiz. Taqalarni cho'ng ko'ringanday bo'lsin. Ko'ringanday bo'lsin. Bak degan söz ketdi birinchi. Bak degan so'zni topishdim. Qana ko'rsating. Baldarga ko'rsating. Kun degan so'zni topdim. Aqlik ko'rsataman, bitunadi. Bunday qilib ba'zan ko'rsatmaysiz baldarga ko'rsating. Qana baldar qaranglar. 4-chi topdi bu qaysi so'z bo'ldi? Qar degan so'z bo'ldi. Qaysi suratda turadi?
Emne surettер бар? Жаз. Туура, кайсы суреттер бар экен? Жок, кайсы суреттерди? Жындыз, ай, зор. Азамат. Кол чаап коелу, тапшырмалар. Азамат. Кана? Эми балдар. Ага, берип коюлар. Кана? Азамат. Балдар. Барыңыз эми мага Босқаға көңіл бұрабыз. Қана. Назим. Қана барыңыз. 1, 2, 3. Отырабыз. Бері қарағылар. Қарағылайды. Біз шығармаменен таныштық, бір сира көз жүгірдік шықтық бұ. Қарағылачы, байчечеге шығармасын. Açıp қарағылачы. Қайсы сөз сілерге түшініксіз болды. Қарап көрді. Бұна қарағылачы. Азыр сөздердің дуалын түзөбүз. Қарағыла. Бұна кей. Қарағыла. Тамыр деген эмнелер? Қана ким айтады? Тамыр деген эмнелер? Түшүнөбүз бе тамырды? Мені алнын асты. Иә. Жердің астында қойып қояды, ошол өсіп тұрады. Дағы ким айтады? Тамыр деген топырақ сапқысы өсіп тұрады. Дағы ким ойын айтады? Суға ағам қойса, жастан тамыры өсіп жатқанда, тамырда топ болып, сау болғанда бажырайды. Өсімдіктер өсіп кетеді. Азамат. Бері қарағыла қалдар. Мына кейін. Мына тамырдың өзін сілерге көрсетіп қойайын. Мүмкін кейбіреулер түшінбейсіңдер. Бұл жер алдындағы өсімдіктің эмнеси екен? Сабағы. Эмнеси екен? Сабағы. Мына көрдіңдер бе? Бұл тамыр. Өзіңізде де мына барлық өсімдіктердің тамыры болады. Мына көзіңер менен көріп, мұны дайыма есіңерге сақтап алыңдар. Жер алдындағы өсімдіктердің сабағы болып есептелінеді. Андан кейін балдар қарағылачы. Чыйрығып деген сөзді кезіктірдік бе? Эмне чыйрығып кетті? Эмне чыйрығып кетті? Байчечеге. Чыйрығып дегенді қандай түшінеміз? Қана кім жооп берет? Жооп берилектерден. Ахмат, сен жооп берчи балам. Туура айтасың. Демек байчечеге жазғы суықтан не болып кетті? Үшіп, чыйрығып, чыйрыққанды білесіңіз бе? Үшіп кетебіз, мұндай болып бе? Кичикей деп үшіп кетебіз, мұна ошол сөзді айтып атат. Андан кейін бажырайып. Ким айтат қана? Бажырайып. Не? Амина, сен айта бер. Бажырайып деген нені білдіреді? Не? Айта ғой, Микая, сен айтшы. Эмне өсіп кетеді екен? Байчечеге, не оқыны чурда өсіп кетті? Ким айтат қана? Не? Күн нұрын шашқанда. Азаматсың, күн нұрын шашқанда байчечеге не болып кетті? Бажырайып өсіп кетті. Демек балдар, мына ушул сөздөрдү кебиңерде колдонуп, эсиңерге түйүп, билип алгыла, тамырына чыйрыгып бажырайып. Анда ушул сөздөрдү муунга бөлүп айтабыз. Кана? Тамырына дегенди. Төрт муун бар экен, андан кийин чыйрыгып. Үч муун бар экен. Андан кийин бажырайып. Төрт муун бар экен. Азаматсына. Демек балдар, бүгүнкү байчечекей чыгармасында барыбыз азыр көрүү айлампасына келебиз. Көрүү айлампасында биз жооп беребиз. Карагыла, баарыңар бул сүрөттү, жазды чагылдырган сүрөттү көрүп турабыз, Көрдүкпү? Анда балдар, менин суроомо жооп бергилечи. Бул кайсы мезгил экен? Жаз. Кол көтөрөлү, жаз мезгил экен, Кол көтөрүп жооп беребиз. Бул текстте, байчечеге текстинде каармандар кайсылар экен? Кол көтөрөбүз. Алихан. Күн қара чыйырчык байчечеге. Сурай окуучулар? Ооба. Күн кара чыйырчык жана байчечеге. Эми балдар, караңдарчы.
Göstergileçi maga. Gündün sözü. Su. Denemek günün çaştı. Ey sulu, salamatsın mı degендей kılıp gün nurun çaştı. Azamatsın. Anda balдар, kara çıyırçı. Bayçечекейди birinci көргөндө эмне дедилер? Кана ким жооп берет? Не? Ой, ne geçip kalanın o dedi. Onun sözü. Azamatsın. Gün nurun çaçkan uçurda Bayçечекей эмне болду? Açılıp ketти. Балдар, Bayçечекейдин, кара чыйырчыктын сөзүн дагы ким айтат? Bayçечекей ачылып кеткенден кийин. Кана ким айтат? Айдын. Azamatsın. Demek balдар, ошентип бул чыгармада жаратылыштын ажайып кооздугун, көрүнүшүн сүрөттөлүп атат, көрдүңөрбү? Биз жаздын келиши менен кандай белги менен билет экенбиз жаздын келишин? Кандай белги менен билдик? Эмне белги менен билдик жаздын келишин? Жарчылары эмнелер экен? Иман? Сабакта. Bayçечекей чыгармасында жаратылыштын кооздугун, көрүнүштөрүн билип, чыгарма менен таанышып, сөздөрдү муунга бөлүп, тыгыштык талдоо жүргүзүп, жана чыгармачыл тапшырмаларды аткарды. Силер балдар, үйдөн ушул Bayçечекей чыгармасын дагы өз алдыңарча окуп, түшүнүп, көркөм окуганга эмне кылып келесиңер? Машыгып келесиңер. Балдар, силер бүгүнкү сабакта абдан жакшы катыштыңар деп ойлойм. Анда ар бир топко мен мына Bayçечекей, сары Bayçечекейге окшогон, түсү окшогон жылдызчаларды белеге берем. Мынакей, бул биринчи топко, абдан жакшы катыштыңар топко. Андан кийин экинчи топко силер дагы сонун жооп бердиңер, азаматсыңар. Ал эми үчүнчү топ болсо эң мыкты азаматсыңар. Мынакей силерге дайыма ушундай сабакка катышкыла, Алихан. Андан кийин төртүнчү топта карачы, Азим кандай жооп берип атат, Актилек баарысы жакшы жооп берип атат. Азаматсыңар, сонун. Мынакей силерге дагы жылдызчаны белеге берем, азаматсыңар. Демек балдар, бүгүнкү сабагыбыз жактыбы?